Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін 15-ші сабақ рубль. Осы рубльмен танысамыз және оны ұсақтауды үйренетін боламыз. Рубль ол Ресейдің валютасының атауы. 1 рубль 100 копейкаға тең болады. Мына жерде Ресей рубльінің банкноттары берілген және копейкалар берілген. Үшінші мысалда берілген амалдарды баған түрінде орындау жолын көрсетейін. 8 рубль 50 копейктен 7 рубль 10 копейкті азайту үшін 50 10-ға жетеді. Азайтуға болады. 40 копейк қалады. 8 рубльден 7 алсақ 1 рубль қалады. Енді 12 жыл 8 ай. 8 айдан 4 ай қосу керек бұл жерде. 8 бен 4-ті қоссақ бізде 12 ай шығады. Ал 12 ай дегеніміз ол 1 жыл. Сонда жылға біреу қосылады да, бұл жерде бізде 13 жыл шығады. Сағат 9 сағат 10 минуттан 3 сағат 40 минутты азайту керек. Енді 10-нан 40-ты азайта алмаймыз, сондықтан жетпегендіктен 9 сағаттың 1 сағатын минутқа ұсақтаймыз. 1 сағатта 60 минут бар. Сонда мына екеуін қосқанда бізде 70 минут шығады. 70 минуттан 40-ты азайтсақ 30 минут қалды. Мына жақта 8 сағат қалды. 8 сағаттан 3-ті азайтсақ 5 сағатымыз қалады. 8 сағатқа 20 сағатты қосқанда 24 сағат, 28 шығады. Сол 28 сағаттың 24 сағаты 1 тәулік болады. Ол мына жаққа кетеді 1 тәулік. Сонда мына жақта бізде 4 сағат қалды. Енді 1 тәулікке 7 тәулік 8, оған 2-ні қоссақ 10 тәулік шығады. Сағат 10 сағат 45 минутқа 12 сағат 38 минутты қосамыз. Бізде мына жерде 70-83 шықты. 83 минуттың 60 минуты сағатқа кетеді. Ар жағында 23 минуты минут күйінше қалады. Енді мына жерде 11 сағат, 11-ге 12 сағатты қоссақ 23 сағат. Бес апта 2 күн, 4 апта 6 күнмен азайту керек. Біздің 2 күніміз 6-ға жетпейді. Сондықтан 1 аптаны ұсақтаймыз. 1 аптада 7 күн бар. Сонда бізде барлығы 9 күн шығады. 9 күннен 6 күнді азайтатын болсақ, 3 күніміз қалды. Мына жақта бізде 4 апта еді. 4 аптадан 4 апта алсақ, 0 қалады. 4-ші тапсырма. Тұрмыстық техника сатып алу үшін ресейлік бір отбасы өз бюджетінен 50 000 рубль бөлді. Бұл ақшаға қандай тұрмыстық техникалар сатып алуға болады? Әртүрлі нұсқаны қарастырып, сол шыққан соманы қағаз ақшамен жинақтап көрейік. Мінекей мына жерде тұрмыстық техникалардың бағалары да көрсетілген. Олар 32 000-ға кір жуғыш мәшине, 4 000-ға микроволновка, 3 000-ға үтік және 6 000-ға шаң сорғыш сатып алады. Осылардың бәрінің бағасын қосқан кезде 45 000 теңге шықты. Сонда олардың өзінде 5 000 теңгесі қалады. Енді осы 45 000 теңгені қағаз ақшалармен жинақтап көрейік. 45 000-ды 5 000-дық рубльдан 9-мен жинақтауға болады. Немесе 1000 рубльдық 45 данасымен 1000 рубльдан 45 данасымен жинақтауға болады. Немесе 500 рубльден 90 данамен жинақтауға болады. Енді басқа да нұсқалары болуы мүмкін, оны өздеріңіз қарастырасыздар. Тағы бір нұсқасын қарастырайық. Олар 50 000-ға 45 000-нан бір холодильник, тоңазытқыш және 4 000-нан бір микроволновка сатып алады. Сонда олар 49 000 теңге жұмсайды, 1000 теңгесі қалады. Енді осы 49 000 теңгені қағаз ақшамен жинап көрейік. 5 000-дық рубльдан 9-ын және 1000-дық рубльдан 4-еумен жинақтауға болады. Немесе 5 000-дықтан 9 рубль және 500-дік рубльдан 8-мен жинақтауға болады.
Бесінші тапсырма. Периметрі 420 мм, 64 см, 460 мм-ге тең тік төртбұрыштардың ені мен ұзындығының мүмкін болатын нұсқаларын сантиметрмен жаз. Әрбір тік төртбұрыштың ауданын тап. Периметрі 420 мм болса, оны сантиметрмен өрнектегенде 42 см шығады. Осы 42 см периметр деген тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ке көбейткендегі шыққан мән. Енді осы 42-ні 2-ке бөлейік, сонда бізде 21 см шығады. Ал 21 см ұзындығы мен енінің қосындысы. Қандай тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін қосқанда 21 см шығады, соны ойластырып көрейік. Ол, егер ұзындығы 12 см болса, және ені 9 см болса, осындай тік төртбұрыштың периметрі 42 см-ге тең. Енді осы тік төртбұрыштың ауданын табамыз. Ол үшін 12 см мен 9 см-ді көбейтеміз. Сонда бізде аудан 108 см квадрат болып шығады. Немесе тағы бір нұсқасын қарастырайық. Ұзындығы қандай болғанда, ені қандай болғанда периметр 42-ге тең болуы мүмкін. Ол бізде 14 см ұзындық және 7 см ені болған жағдайда периметр 42-ге тең болады. Осының ауданын табамыз. 14 см мен 7 см-ді көбейткенде бізде 98 см квадрат шығады. Периметрі 64 см болатын тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін қосқанда 32 см шығады. 32 см болатын болса, онда ол тік төртбұрыштың ұзындығы, ені қандай болғаны? Біз 20 деп алайық ұзындығын, және енін 12 деп алайық. Сонда периметр осыған тең болады. Енді осы тік төртбұрыштың ауданын табу үшін екеуін көбейтеміз. 20 см көбейту 12 см, сонда бізде 240 см квадрат шықты. Немесе ұзындығы қандай болса, ені қандай болса, бізде 64 см шығады периметр. Оны 17 см ұзындық және 15 см ені деп алайық. Сонда осы периметр шығады. Енді осының ауданын табатын болсақ, 17 см мен 15 см көбейтем. Сонда бізде 255 см квадрат аудан шығады. Басқа да мүмкін нұсқаларын қарастыра беруге болады. 6-шы есеп. Әжей Ресейде ақ және қызыл түсті 9 шумақ тоқыма жіп сатып алды. Қызыл жіпке ол 320 рубль, ал ақ жіпке 400 рубль төледі. Егер жіп шумақтарының бағасы бірдей болса, әжей қанша ақ және қанша қызыл жіп сатып алады? Барлық шумақ 9 болды. Енді осы 9 шумақ жіпке ол осынша ақша төледі. Яғни 320 рубль қызыл жіпке, 400 рубль ақ жіпке төлесе, сонда барлық 720 рубльді 9 шумаққа төлеген. Осы жерде біз бір шумақтың бағасын табуымыз керек. Ол үшін 320-ға 400-ді қосамыз, сосын оны 9-ға бөлеміз. Сонда бізде 80 рубль шығады. Бір шумаққа 80 рубль төлеген. Енді 320 рубльден 80-ден төлейтін болса, онда қанша шумақ ала алады? Ол үшін 320-ны 80-ге бөлеміз. Сонда 4 шумақ бұл қызыл жіп болды. Енді 400 рубльді 80-ге бөлеміз. 80 рубльден 400-ге қаншауын алуға болады? 5 шумақ алуға болады. Бұл бізде ақ жіп. Сонда 4 шумақ қызыл жіптен, 5 шумақ ақ жіптен сатып алды. 7-ші есеп. Дүкеннен әрқайсы 54 рубльден 4 тәрелке және 2 саптаяқ сатып алынды. Егер бір саптаяқ бір тәрелкеден 2 есе арзан тұратын болса, 4 тәрелке мен 2 саптаяқты қанша рубльге сатып алуға болады? Бір тәрелкеміз 54 рубль тұрса, бір саптаяғымыз одан 2 есе арзан болса, ендеше осыны бірінші тауып алуымыз керек. Ол үшін 54 рубльді 2-ке бөлеміз. Сонда бір саптаяғымыз біздің 27 рубль шығады. Енді 4 тәрелкеге қанша төлейді?
2 саптаяқ бар, осының бәрін қосқанда неше теңге, неше рубль төлеу керек. Соны табу үшін 4 тәрелкені 54-ке көбейтеміз. Өйткені әр қайсы 54 рубльдан. Оған қосамыз 2 саптаяқты. 2 саптаяқтың әр қайсы 27 рубльдан болғанда, барлығын қосамыз. 2-ні 27-ге көбейтеміз, 4-ті 54-ке көбейтеміз. Сонда барлығын қосқанда бізде 270 рубль шықты. Демек 4 тәрелке мен 2 саптаяққа осынша ақша төлейді. 8-ші есеп ә бөлігі кесте бойынша есеп құрастыр. Бір нанның бағасы $2, бір ірімшіктің бағасы $5. Егер олардың бағалары бірдей болса, және осының барлығына $70 төлеген болса, онда нанға неше, нанның құны қанша, ірімшіктің құны қанша? Соны табуымыз керек. Әуелі бұл жерде санын біліп алуымыз керек. Осының барлығына $70 төлеген болса, санын табу үшін осы $70-ды мына екеуінің қосындысына бөлеміз. Сонда саны шығады. Нанда 10, ірімшікте 10. Енді нан 10-нан әрқайсы $2-дан болса, оған $20 төленеді. Ірімшік әрқайсы $5-дан болса, 10 ірімшікке $50 төленеді. 9-шы. Егер Айман 3 раушангүл сатып алса, оның 140 рублі қалады. Ал 5 раушангүл сатып алса, онда оның 100 рублі қалады. Бір раушангүл қанша тұрады? Мына жерде 140 рубль қалса, мына жерде 100 рубль қалса, мынаған демек артық ақша төленді. Өйткені артық төлегендіктен ода аз ақша қалып тұр. Не үшін артық төленді? Өйткені ол жерде 2 раушангүл артық. Енді осы жерден осы 2 раушангүлге қанша ақша төленді, соны табуымыз керек қой. Ол үшін 140-дан 140 рубльден 100 рубльді алып тастаймыз. Сонда 40 рубль қалады. Осы 40 рубль мына екеуіне төленген, артық екеуіне. Енді осы жерден біреуіне қанша төленгенін табамыз. Ол үшін 40-ты 2-ге бөлеміз. Сонда бір раушангүлге 20 рубль төленеді. Енді тексеріп көрейік. Өзі 3 раушангүл болса, оның әрқайсы 20-дан болса, ол қанша болғаны? 3-ті 20-ға көбейтеміз. Оған сонда үшеуіне 60 рубль төленді, және 140 рубль қалып кетті. Сонда барлығы 200 теңге шығып тұр. Рубль шығып тұр. Келесі 5 раушангүл болса, оның әрқайсына 20 рубльдан төлеген болса, оған қанша төледі? Және артық 100 рубль бар, оны қосамыз. Бұл жерден де 200 шығып тұр. Сонда Айманның жалпы басында 200 рублі болған. Егер ол 3 алса, мынанша ақшасы қалып кетеді. 5-еуін сатып алса, мынанша ақшасы қалып кетеді. Бір раушангүл 20 рубль тұрады. 10-шы. Оқушы бірдей бағада 8 қалам мен 6 қарындаш сатып алды. Ол 8 қаламға 16 рубль 80 копейка төлеген болса, 6 қарындашқа қанша ақша төледі? Барлығына қанша ақша төледі? Мүмкін болатын нұсқаларды қағаз ақша және копейкамен жинақтап көр. 8 қаламға 16 рубль 80 копейк төлеген болса, бір қаламға қанша төлеген табуымыз керек әуелі. 16 рубль 80 копейканы 8-ге бөлеміз. Сонда бізде 2 рубль 10 копейка шығады. Бұл бір қаламға төленген ақша. Бір қаламға қанша төленсе, бір қарындашқа да сонша төленді деген сөз. Сонда 6 қарындашымызға қанша ақша төлейді, соны табамыз. Ол үшін біз сол жаңағы 2 рубль 10 копейканы 6-ға көбейтеміз. Сонда бізде 12 рубль 60 копейка шығады. 8 қаламға мынанша ақша төленді, 6 қарындашқа мынанша ақша төленді. Енді барлығын табу үшін осы екеуін бір-біріне қосамыз. Сонда осының барлығына
мынанша ақша төленді, яғни 29 рубль 40 копейка төленген. Енді осыны біз жаңағы қағаз ақшамен және монетпен жазып шығуымыз керек. Рубльдарды қосқан кезде бізде 29 рубль шықты, және копейкаларды қостық. Осылай жинақтауға болады. Немесе копейканың орнына 10 копейкадан 4 рет жазуға болады. 10 қосу 10 қосу 10 деп 4 рет жазуға да болады. Осылай жинақтауға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Менімен болғаныңыз үшін рахмет. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, онда лайк басып кетіңіз және тіркеліп каналға достарыңызбен бөлісіп қойыңыз.